Мемлекеттік қызмет көрсетуде 59 мыңға жуық заң бұзушылық анықталды. Бұл туралы мемлекеттік қызмет істері агенттігі төрағасының орынбасары мәлімдеді. Салауат Мүксімовтің айтуынша, заңсыздықтардың басым бөлігі артық құжаттарды талап етумен қызмет көрсетуден негізсіз бас тартуға тиесілі. Сондықтан саладағы олқылықтардың алдын алу жұмыстары үнемі назарда. Ендігі міндет қағаз бастықты жойып, қызмет жүйесін цифрлық форматқа көшіру дейді ол. Топтың негізгі мақсаты бұл сол өткен тәжірибені саралап отырып, бұны жетілдіруге, одан әрі жетілдіруге ұсыныстар әзірлеу. Бүгінгі таңда енді біз айтамыз, мына сервистік мемлекеттік аппараттың ортасындағы негізгі мақсат бұл проактивті форматқа көшу деп айтамыз. Алайда бізде мысалы елімізде 1300-ден астам 1326 нақтырақ айтсақ мемлекеттік қызмет түрі болатын болса, оның ішінде тек 42-сі ғана проактивті.